Hello everyone, сәлем баршаңызға. Зерделі онлайнға қош келіпсіздер. Құрметті оқушылар, бүгін мен сіздермен Get Ready кітабының 3-ші енетін өткім келіп отыр. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз ол to be етістігі. Бүгін мен сіздермен I, he, she, it деген есімдіктер жайлы және to be етістігінің болымды түрі жайлы өтетін боламын. Ендеше бірінші, құрметті оқушылар, мен сіздерге subject pronouns, яғни жіктеу есімдігі жайлы айтқым келіп отыр. Жіктеу есімдігі бұл қазақ тілінде кім деген сұраққа жауап береді. Яғни мен, сен, ол, олар, ал бұны біз ағылшынша қалай айтады екенбіз. Мына суретке қараңыздаршы, мұнда бұл бала өзін көрсетіп тұр. Яғни мен деп тұр. Мен дегеніміз бізде ағылшын тілінде I болады. I. Ал екінші адам сен немесе сіз деп оған көрсетіп тұр. Демек ол you, сен немесе сіз деген. Ал мына суретте бізде ол бала. Ол балаға біз all деп үшінші жақта айтатын болсақ, he деп айтады екенбіз. All деп қыз балаға айтатын болсақ, she деп айтамыз. All деп заттарға немесе жануарларға айтатын болсақ, онда біз it деп айтады екенбіз. Ал енді көпше түрі қалай жасалынады? Мысалға мен, сен, ол, оның барлығы біз болады. Демек біз дегеніміз ол we. He, she, it, яғни ол. Енді оның көпше түрінде біз олар дейтін болсақ, онда ағылшын тілінде ол бізде they болады екен. Тағы да бір қайталап өтейікші балалар. Құрметті оқушылар, singular, яғни бұл жекеше түрдегі есімдіктер. Ал plural дегеніміз ол көпше түрдегі есімдіктер. Демек, singular жекеше түрде I, мен болады екен. Сен, сіз, you. Ол балаға he. Ол қызға she. Ол затқа it болады. Көпше түрде біз we. Сендер, сіздер you. Олар they. Well done. Ендеше, құрметті оқушылар, мен сіздерге to be етістігі жайлы айтқым келіп отыр. Ағылшын тілінде бізде әрдайым сөйлемде етістік болу керек. Ағылшын тілінде біз етістіксіз сөйлем құрастыра алмаймыз. Мысалыға, қазақ тілінде немесе орыс тілінде біз етістіксіз сөйлем құрастырамыз. Мысалыға, мен мұғаліммін, немесе я учитель. Ал ағылшын тілінде біз бұлай айта алмаймыз. Егер де сөйлемде етістіктер болмаған жағдайда, жүру, көру, айту деген сияқты, онда бізге көмекке to be етістігі келеді екен. Ал олар бізде 3 түрге өзгеріп отырады. Am бірінші түрі, is және де are. Ал енді бұлардың айырмашылығы неде? Am to be етістігін қашан қолданамыз, is'ді қашан, немесе are to be етістігін қай жағдайда қолданады екенбіз. Бұл оқушылар есімдікке байланысты екен. Мұнда қараңыздаршы. Am дейді. Демек, am деген to be етістікті біз есімдік мен, яғни I болған кезде қолданамыз. Келесі бізде is. Is деген to be етістігін біз есімдік he, ол, she, ол қызға, it, ол бір заттарға айтқанда is деген to be етістігін қолданамыз. Яғни, he is, she is, it is болады. Ал енді are деген to be етістікті қашан қолданамыз? Оны біз егер есімдік бізде we, яғни біз, you, сендер, сіздер, немесе сен, сіз. Және де they, олар болғанда қолданамыз. Яғни we are, you are, немесе they are болады екен. Ал енді осы to be етістігінің болымды түрі қалай жасалынады екен? Affirmative form, яғни болымды формасы, болымды түрі. Мына сөйлемге қараңыздаршы балалар. I деген бұл бізде мен, a teacher деген бұл мұғалім білеміз. Қалай ойлайсыздар, бұл сөйлем дұрыс па? I a teacher. I мен, a teacher мұғалімін. Бұл дұрыс емес балалар. Өйткені бізде ағылшын тілінде әрдайым етістік болу керек деп айтты. Демек, мұнда біз am деген етістікті қойып өтеді екенбіз. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Немесе қысқаша түрінде I'm a teacher деп айтсаңыздар болады. He, she, a pupil. Ол оқушы. Аударғанда бізде дұрыс. Бірақ бізде әрдайым айтқанымыздай to be етістігі болу керек. Сондықтан he, she болғандықтан біз
is деген to be етістікті қоямыз. Демек he is a pupil. She is a pupil. Ол оқушы. Немесе қысқаша түрі he is a pupil, she is a pupil деп айтсаңыздар болады. Ал бұл бізде доп. Бұны доп деп айтатын болсақ, онда біз it is a ball. Немесе қысқартылған түрі it's a ball деп айтамыз. Ал көпше түрде қалай болады екен? We деген біз, you деген ол сендер, сіздер, they олар. Pupils деген оқушылар, яғни көпше түрде тұр. Ал бұл жағдайда біз are деген to be етістігін қолданады екенбіз. Сонымен we are pupils, біз оқушылармыз. You are pupils, сендер оқушыларсыңдар. They are pupils, олар оқушылар. Немесе қысқартылған түрі we are, you are, they are pupils деп айтады екенбіз. Ендеше, құрметті оқушылар, осы тақырыпты қаншалықты түсінгендеріңіз үшін, білу үшін, мына ойынды ойнағым келіп отыр. Мұнда бізде есімдіксіз сөйлемдер беріліпті, ал ол есімдіктер мынау тұрған шелектің ішінде тұр екен. Соны дұрыс орынға қойып көрейікші. Демек, бірінші есімдік бізде I. I дегеніміз мен. I деген кезде бізде қайсы түбі етістік қолданылатын еді? Әрине am. Демек, қайда қойсақ екен бұны? I is Puma, I is singer. Әрине, I am a teacher. Мен мұғаліммін. I am a teacher. They. They дегеніміз бізде олар. Олар they болған кезде біз әрдайым are деген түбі етістігін қолданатын едік. Yes. They are Данияр and Jamila. Олар Данияр мен Жамиля екен. We. We дегеніміз біз деп аударылатын еді. We дегенімізде көпше түрде тұр. Демек, we деген есімдіктен кейін бізде are деген глагол түбі қолданылады. Демек, we are handsome? Жоқ. We are pupils. Біз оқушылармыз дейді. You. You дегеніміз сен немесе сіз. Бұл жағдайда қайсы түбі етістік қолданылатын еді? Әрине are қолданылады. Енді, you are handsome. Сен әдемісің дейді. You are handsome. She. She дегеніміз ол қыз балаға. She болған кезде біз әрдайым is деген түбі етістігін қолданатын едік. Демек, she is Sabina. Ол Sabina. He. He дегеніміз бізде ол, яғни ол балаға қолданамыз. He'дан кейін бізде әрдайым is деген глагол түбі етістігі тұрады екен. Демек, he is a singer. Ол әнші. He is a singer. It. Ал енді itті қашан қолданатын едік? Әрине, оны біз заттарға, немесе бір жануарларға қолданатын едік. It деген есімдіктен кейін біз әрдайым is деген түбі етістігін қолданамыз. Демек, дұрыс жауабы бізде it is Puma. It is Puma. Окей, жарайсыңдар оқушылар. Бізде тағы да бір жаттығу бар екен. Мұнда 6 сөйлем беріпті. Бірақ бұл жерде бізде түбі етістігі жоқ екен. Сол түбі етістігін кәнекей бірге қойып көрейік. She a student дейді. Ол студент. Енді бізде түбі етістігі қойылу керек, ал есімдік бізде she. She болғанда қайсы түбі етістік қойылатын еді? Әрине, she is a student. You from Алматы. Сен Алматыдансың. Қайсы дұрыс деп ойлайсыздар? You are, you is, немесе you am. Әрине, you are from Алматы. The cat. The cat дегеніміз бұл жануар. Демек, ол it деген есімдік. Ал it болған кезде біз қайсын қолданатын едік? The cat is white. Мысық ақ түсті. I a teacher. Мен мұғаліммін. I am a teacher. I am a teacher. The books. Books good. Кітаптар жақсы дейді. Books дегеніміз бізде кітаптар көпше түрде тұр. They, яғни олар деген сөз. Ал ол жағдайда қайсы түбі етістік? Yes, the books are good. Кітаптар жақсы. Соңғы сөйлеміміз бізде Димаш a singer. Димаш әнші дейді. Димаш ол бізде he бала. Демек, he болған жағдайда біз is деген түбі етістікті қолданатын едік. Сонымен, he is a singer. Ол бізде әнші екен. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше бүгін біздің өткен тақырыбымызды қорытындылай кетейік. Демек, бүгін біз сіздермен I, мен, he, ол балаға, she, ол қыз балаға, we,
біз you, сендер, сіздер, they, олар деген есімдік жайлы өттік. Және осы есімдіктермен біз қандай to be қолданылатын, қандай to be етістіктері қолданылатыны жайлы өтіп кеттік. Ал енді соны бір қайталап өтейікші. Демек, I болған кезде бізде I am деп айтамыз. He болған кезде he is, she is, it is, we are, you are және they are болады екен. Жарайсыздар. Мінекей балалар, бүгінге біздің тақырыбымыз осы. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше. Goodbye. See you guys.